сабақта сендер сөйлеу мәдениетін сақтау, диалог құруды үйренесіңдер. Және мәтіндегі негізгі ойды анықтап, мәтіндегі мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беруді меңгересіңдер. Балалар, алдымен мына бейне сөзге назар аударайық. Қандай сөз шығады екен? Ойланайық. Әрине балалар, дұрыс шештіңдер. Бұл бейне сөзді шешкенде мәдениет сөзі шығады екен. Ал ендеше балалар, мәдениетті біз қалай түсінеміз? Қандай мәдениеттің түрі болады екен? Я, әрине, дұрыс жүру мәдениеті, дұрыс киіну мәдениеті және дұрыс сөйлеу мәдениеті болады екен. Яғни олай болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлеу мәдениеті деп аталады. Алдымен балалар, сөйлеу мәдениеті дегеніміз не? Соған тоқтала кетейін. Я, сөйлеу мәдениеті дегеніміз сөздерді дұрыс және орынды қолдана білу. Сөйлесу барысында мәдениеттілік, әдептілік таныту, сыпайы сөйлеу. Ал енді бірінші тапсырмаға көшелік. Балалар, бұл тапсырмада сызба берілген. Ал сызбада көңіл-күй лебіздерін білдіретін сөздер және ол сөздердің атаулары берілген екен. Сендерге тапсырма. Осы көңіл-күй лебізін білдіретін сөздерді атаулармен сәйкестендіріп жазамыз. Алғыс, Алла разы болсын, рахмет, көп жаса, өркенің болсын, құттықтау, құттықтаймын, тілеймін, сәлемдесу, аман саумысыз, сәлем, ассаламағалейкум, сәлеметсіз бе? Қошемет қостау таңдану, жаса, айтқаның келсін, керемет, жарайсың қызым, жарайсың ұлым, келсу, әрине, иә, мақұл, қоштасу, сау бол, келесі кездескенше. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, келесі тапсырмаға қарайық. Жер тауға шағылды. Менің үстімде не болып жатыр? Білемісің? Адамдар аяуды қойды. Бетімді бейберекет айғыздап бітті. Тұқымдары құрып біткен аң құстарым мынау, сұлап жатқан теректерім анау, өзендерім су алды, теңіздерім құрғады. Енді менде не қасиет қалды? Жердің қошасы мөлтілдеп, шық болып құйылды. Жер жылап жатты. Мен қайтейін, деді тау күңіреніп. Бәрін де көріп тұрмын, бірақ қолымнан не келеді? Өзімнің де қалым мүшкіл. Тау күрсінді. Балалар, мысалдағы негізгі ойды тауып, қарамен жазылған сөздерді басқа сөзбен алмастырамыз. Және үшінші беттерді адамды әңгімеге қосып, ол туралы айтылатын ой бөлігіне кешірім, сұрау сөздерін жазамыз. Кәнекей мәтінге дайын болса, бірге айтып өтейік. Мысалдағы негізгі ой бұл автордың айтқысы келген басты пікірі. Олай болса әрине, бұл мысал табиғат ананы қорғауға, аялауға тәрбиелеу. Екінші, шағынды, бұл сөзді мұңын шақты деген сөзбен алмастырып айтуға болады. Жер тауға мұңын шақты. Құрғады, тартылды деген сөзмен алмастыруға болады. Теңіздерім тартылды. Келесі, жер ана, сіз адамзаттың бар байлығысыз, тіршілігісіз. Мен адамдардың сізге жасаған қиянаты үшін сізден кешірім сұраймын. Барлық жандарды табиғатты қорғап, қадірін білуге шақырамын. Жарайсыңдар балалар, керемет. Енді балалар, мына суретке назар аударайық. Суреттің тақырыбы кітапханада деп аталады. Сабағымыздың тақырыбы сөйлеу мәдениеті. Олай болса балалар, осы суретті пайдалана отырып, диалог жасаймыз. Құрған диалогымызды сыпайы, ілтипат сөздерін қолданып жазамыз. Ал балалар, іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымызға арналған тапсырмаларды орындағандарына сенімдімін. Осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Сау болыңыздар.